Сәлем достар, қалдарың қалай? Көздеріңді ашып үлгердіңдер ме? Өйткені жаздың 2 айы бітіп кетті. Біз жазды өте қатты күтеміз. Қыс айларында созылып кететін ақпан айында жаз қашан келеді деп. Сол себепті бүгінгі видео менің жаз туралы болмақ, яғни жазды қалай жақсы өткізуге болады. Яғни менің өзімнің сондай бір амалым, ол жаз басталмас бұрын өзіме тізім жазып шығамын. Яғни осы жазда мен не істегім келеді, не сезгім келеді, қандай бір жағдайларда болғым келеді деген сияқты. Сол тізім арқылы, сол тізіммен өзім жүріп отырамын. Және де жаздың соңында жай бір естелік ретінде жазым бекер өтпегенін айтамын. Сол себепті мен сіздерге өз тізімімді көрсетемін, яғни менің қалай жасағанымды, яғни бұл жерге бір үлкен жаңағыдай мен саяхатқа барам деген сияқты үлкен істерді жазып қажеті жоқ. Оған күнделікті болып жатқан, бірақ көзге байқала бермейтін, көзге ұшыраса бермейтін заттарды жазсаңыздар болады. Достар, сонымен менің тізімімді тексеріп көріңіздер. Егер де оның ешқайсысын жасамасаңыздар, сіздің қолыңызда әлі 1 ай бар, сол себепті өз тізімдеріңізді жасаңыздар. Сонымен кеттік. Нөмірі 1 нәрсе менің тізімімде ол жаздың бір күнін таң аттырып қарсы алу. Сәлем достар, менің атым Айжан, және де біз қазір Голландия мен Аргентинаның матчына кетіп бара жатырмыз, футбол көруге. Бізбен бірге келіңіздер. Аргентина матчын әйтеуір 0-0 есеп. Меніңше бұл чемпионаттағы өте ең қызықты матчтар осы матч. Өйткені кеше ең қызықты матч болса Бразилия мен Германия. Бүгін ең қызықты матчтар. Өйткені біз мына жақта ұйықтап отырмыз. Бірақ меніңше пенальтиден Голландия атып кететін сияқты. Сағат 5-ке 5 минут қалды. Почти что сағат 5. Біз неужели жаңағы біздің матчымызды көріп шықтық, бітірдік, отырдық аяғына дейін, пенальтиге дейін. Сонымен Аргентина финалда. Енді финалдық матч өте қызықты болады сияқты. Өйткені Германия, Аргентина. Алдын ала егер де болжам жасайтын болсақ, меніңше бәрібір де Германия жеңетін сияқты. Менің ең сүйікті мезгілім осы бүкіл күнде ең сүйікті мезгілім осы таң. Сағат таңғы 5, таңғы 6. Мен бірден ұйқым ашылады. Сондықтан бәрі күшті. Екінші нәрсе ол әрине шомылу, яғни күннің астында қыздырыну. Сонда бұлар келсе де аяқтың бір теріп қалап терсін жейді ме? Тағы да бір қызық нәрсе ол спа. Әдебай аяғымызды көрінсе, көрінбесе аяғымызды жеп жатыр. Ай! Я прям чувствую этот стерн бүйтіп кіргізіп, кәдімгі жеп жатқанын. They say I'm too young to love you. I don't know what I need. Балықтардың аты негізінен гара руфа деп аталады. Бірақ сол жаңағы олардың тістері жоқ, олар тек қана сол өлі теріні тек ауыздарымен алып
жасайды. Немесе жей ма оны, жейтін шығар иә. Оларды жейді иә. Сондықтан біз бір жағынан жақсы нәрсе жасап жатырмыз. Балықтарды қоректендіріп жатырмыз. Сол. Гавайи меніңше өте жақсы екен. Аквапарк Гавайи. Барлықтарыңызға кеңес беремін көруге, келуге. Жазғы бір күндеріңізді осы жерде өткізсеңіздер, меніңше кез келген бір аралға барып келгенде демалып келген болады. Бірі үш, ол жасыл шөпте жату. Жасыл көрпеде жатсаңыздар болады, немесе музыка тыңдап кітап оқуға да болады. Мен сіздерге бүгін өзімнің сүйікті кітаптарым жайлы айтқым келіп отыр. Сүйікті кітаптарым емес, қазірде оқып жатқан кітаптарым жайлы. Өйткені сүйікті кітаптарым жайлы видеоны мен түсіргенмін. Осы менің арнамнан іздеп тапсаңыздар болады. Көріңіздер. Ал қазіргі кітаптарым жайлы айтатын болсам, онда мен қазір екі кітап оқып жатырмын. Оның бірі Шантарам, Грегори Дэвид Робертс, және екіншісі Эрих Фромның «Искусство любить» деген кітабы. Бірінші кітап туралы, Шантарам туралы өте күшті кітап. Кішкене жаңағыдай не сияқты, детективтер сияқты, кішкене жаңағыдай сондай блокбастерлер сияқты өте қызықты оқылады. Және де осы жуырда соның фильмі де түсу керек. Сондықтан өте қатты күтіп жүрмін, асыға күтіп жүрмін соның фильмін көруге. Ал екінші кітап Эрих Фромның «Искусство быть» деген кітабы, ол психологиялық кітап. Оны да оқуға кеңес беремін. Және де оның басқа да Эрих Фромның басқа да кітаптарын «Искусство любить» деген кітабы да өте жақсы. Қазіргі жалпы өмір сүру өнері қазіргі адамдарда, заманауи қоғамда адамның өзінің адам болмысы ретінде, яғни өмір сүруі. Ол жаңағыдай машина сияқты, компьютер сияқты, робот сияқты өмір сүру емес, яғни жалпы адамның өзінің табиғатын қалыптасуы, табиғатын сақтап қалуы. Өте қызықты кітап оқып көріңіздер. Және де міндетті түрде жазда осындай далаға шығып, өздеріңіздің достарыңызбен, жақындарыңызбен, сүйіктілеріңізбен уақыт өткізіңіздер. Төртіншісі, жазда жеміс-жидекті тек қана жеп қоймай, оны ішуді әдетке айналдыру. Соған байланысты сіздерге мен бір өте жеңіл рецепті ұсынамын. Жазда негізі тек қана жеміс-жидекті жеп қоймай, сонымен қатар жеміс-жидекті ішу керек. Сол себепті маған қазір Диас өте әдемі қарбыздан жасалған лимонад жасап берді. Және де сіздерге сол лимонадтың жасалу жолын қазір көрсететін боламыз. Қарап алыңыздар. Like we always do at this time. I got to shine. Армысыздар, құрметті көрермендер, менің есімім Диас. Біз Айжан екеуміз мұнда күшті бір лимонад жасап алып отырмыз. Сіздерге назарларыңызға қысқаша түсіндіріп өтейін. Бұл өте жеңіл, өте ыңғайлы, әрі өте құнарлы, сондай күшті лимонад болады. Біздің лимонадымызға қосатын нәрселеріміз ол мынау малина, мынау черешня, лимонымыз бар, қарбызымыз бар. Мұнда мята дейді ғой, жалғызды қазақшасы. Осы нәрселерді қосу арқылы біз барлығына үстіне шырын қосып, мынау апельсин шырыны, күшті бір сусын жасағымыз келеді, біртіндеп қосайық. Мынау черешняны қосып жатырмыз. Лимонымыз қосамыз, кішкене сып қосқан жақсы да, өйткені іште ол таза қой.
қалай қазақшасы ол білмей түсіндім. Қарбызымызды қосамыз. Қарбыз. Сүйегі жоқ бөліктерін қосқан жақсы, өйткені ішіп жатқанда кедергі келтірмеу керек. Енді шырынымызды қосамыз. Ешқандай миксердің, ешқандай қосымша жаңағыдай қосалқы нәрселердің қажеті де жоқ. Негізі жеңіл, еркін отырып, табиғатқа шығып, немесе үйде ерігіп отырғанда жасауға болады. Сусынның орны мына Lemon Fresh деген өздеріңізге танымал шығар, әрине. Өте жақсы сусындардың бірі, сапалы. Соны қоссаңыз да болады, я болмаса су қоссаңыз болады. Өздеріңіздің еріктеріңізге, талғамдарыңызға байланысты. Қақпағын жабамыз. Ал енді бұны шүкіреп тұрып, әкейміз. Ішіндегі жеміс-жидектеріміздің барлығы толығымен езілген абзал, шығын шыққан абзал. Суын қатты көп қылмасаңыздар, шыққан жеңілірек болады. Енді ашып Не, осымен біздің лимонадымыз дайын. Ас болсын. Жеңіл әрі тез жасалады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Сонымен менің тізімімдегі 5-шісі әрі ең соңғысы ол жаз кезінде біраз қолымыз бос кезде тек қана өз-өзімізді ойлай бермей айналамызға, адамдарға қуаныш сыйлау. Біз өте қызық эксперимент жасайын деп жатырмыз қуаныш сыйлау күніне байланысты. Сондықтан менің ойыма келгені осындай бір тәттілер сатып алып, мысалға маған бұл жерден алып шыққандары сияқты, мындай Milky Way, Bounty, тағы мынау керек адамдарға. Меніңше адамдарға ұнайтын шоколадтар осы. Осылардың бәрін сатып аламыз да, мүмкін тағы да бір чупа-чупс, бір қызықты нәрселер, сосын осыларды адамдарға таратамыз. Мен үшін керек бұл нәрселерді күн сайын жасаймын, немесе апта сайын жасаймын деп айта алмаймын. Бірінші рет осындай, сол үшін маған адамдардың реакциясы қызық, өзімнің реакциям қызық. Сол себепті көреміз, не болады. Ашық адаммын деп айта алмаймын, чтобы жаңағыдай таныс емес адамдардың қастарына келіп конфет тарататындай, бірақ көреміз енді. Сіздерге жақсы көңіл-күй сыйлағымыз келді. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жаз бітті деп қайғырмаңыздар, өйткені алда күз келе жатыр. Менің ең сүйікті айларымның бірі қыркүйек. Білмеймін, мен үшін қыркүйек айы және күз ол жаңа бір нәрсенің бастауы сияқты. Әрқашанда бір өзгеріс алып келетін, сондай бір жаңалық күтемін әрқашанда.
Сол себепті дәл осындай бір позитивті көңіл күйінен әр маусымды, әр айды күтсеңіздер және де жақсылап оны жоспарласаңыздар, меніңше сіздердің өмірлеріңіздегі жарқын сәттер көбейе түседі. Сіздерді алда әлі де өте көп видеолар күтеді. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңдар. Бір істегің келген нәрселеріңді істегеніңді байқайсың. Бірге өз тізімімнің егер де оның ешқайсысын әлі үлгермесеңіздер, сіздің қарамағыңызда бір ай бар. Бір ай бар. Бізде 30 күн. 30 күн емес, уже бітті. Ой келді, бір қызық идея келді десе болады. Қазір АДК-ның алдында көптеген таксистер тұрады, біз оны білеміз. Және де біз қазір біреусіне келіп, бір адресті айтамыз да, өзіміздің бағамызды айтамыз. Мысалға, Абай көшесі, стадион 500 дейміз. 400 дейміз. Олар бізге жоқ 500 десе, біз ойағай 400-ге кеттік дейміз. Егер де олар жарайды десе, онда біз оларға конфет береміз. Стадион 500 болады. Салам алейкум, канал Терпес.